Жетеген аспабында ойнау әдістері. Жетеген аспабында ойнау арнайы техниканы, саусақтар мен қолдың икемділігін талап ететін күрделі процесс. Бұл аспапты ойнау әдістері мен тәсілдері түрлі болуы мүмкін, бірақ олар негізінен қазақтың дәстүрлі музыкасына негізделген. Жетегеннің дауысы мен дыбысының ерекшеліктерін шығару үшін орындаушының белгілі бір дағдылары қажет болады. Жетеген аспабында ойнау әдіс тәсілдері. Ішектерді саусақпен тарту. Жетегенде ішектер саусақтармен немесе арнайы таяқшалармен тартылып ойналады. Әдетте ішектерді саусақтардың ұшымен немесе алақанмен тартып, дыбыстың жұмсақтылығын, айқындылығын реттеуге болады. Саусақтардың дұрыс орналастырылуы өте маңызды. Олар ішектердің үстіне нәзік түрде тигізіліп, ішектің тербелісі үшін оңтайлы әсер етуі тиіс. Әрбір ішекке саусақтың дұрыс тигізілуі дыбыстың тазалығын қамтамасыз етеді. Жетегенде музыкалық тақырыпты қайталау және оның вариацияларын жасау кең таралған әдіс. Осылайша аспап арқылы шығармада тыңдарманды қызықтырып, музыканың көркемділігін аша аламыз. Жетегеннің дауысы өте нәзік және көңіл күйді жеткізуге бейім болғандықтан, аспапта ойнау кезінде әрбір дыбысты сезіммен шығару өте маңызды. Эмоционалды әсер мен музыкалық шеберлік жетегенде ойынның басты ерекшеліктері болып табылады. Жетеген аспабында ойнау нәзік әрі сезімтал өнер. Оның дыбысы ерекше әуезді және терең эмоционалды әсерге ие. Ойнау техникасы мен тәсілдері музыканың мазмұны мен эмоциясын толық ашуға мүмкіндік береді. Саусақтардың дұрыс орналастырылуы, ритмді сақтай отырып орындалуы, динамиканы реттеу бұл аспапта ойнау маңызды әдіс тәсілдерінің бірі болып табылады.